Сәлеметсіздер ме ата-аналар, оқушылар. Бүгін бізде 102-ші сабақ өткенді қайталау. Бірінші есеп: наурыз мерекелік концертіне әр сыныптан 3 оқушыдан 4 сыныптың оқушылары қатысты. Концертке неше оқушы қатысты? Ең алдымен шартын құрып аламыз, яғни әр сыныптан 3 оқушы, барлығы сынып саны 4-еу, барлық оқушы саны белгісіз. Шешуі: 3-ті көбейтеміз 4-ке, тең 12-ге. Жауабы: концертке барлығы 12 оқушы қатысты. Екінші есеп бізде тағы берілген мәтін есеп. Қазақша күреске келген балуандар 3 топқа бөлінді. Егер әр топта 4 балуаннан болса, мұнда күреске барлығы неше балуан келді? Топ саны бізде 3-еу, әр топта 4 балуаннан болды. Барлығы неше балуан келді? Шешуі: 3-ті 4-ке көбейтеміз, 12-ге тең болады. Жауабы: күреске барлығы 12 балуан келді. Үшінші есеп: өрнектердің мәнін тап. 70 азайту жақшаның ішінде, 80 азайту 40. Бұл жерде ең алдымен жақша ішіндегі амал орындалады. 80 азайту 40 шығады. Одан кейін 70-тен азайтамыз 40-ты, тең 30-ға. 20 қосу жақшаның ішінде 90 азайту 30. Бұл жерде ең алдымен жақшаның іші орындалады. 90-нан 30-ды азайтқанда 60, кейін 20-ға қосамыз, тең 80. Жақша ішінде 60 азайту 17, жақшаның сыртында қосу 29. Бұл жерде ең алдымен жақшаның ішін орындаймыз. 65-тен 17-ні азайтқанда 48 қосу 29, тең 77. Төртінші есеп мәтін есеп. Наурыз мерекесіне қатысу үшін әр қайсысында 3 адамнан 8 топ қонақтар келді. Олар 4 адамнан киіз үйлерге жайғасты. Қонақтары неше киіз үйге жайғасты? Шартын құрып аламыз, яғни әр топта 3 адам, топ саны 8, әр киіз үйге 4 адам жайғасты. Киіз үй саны қанша? Шешуі: ең алдымен барлық адам санын тауып аламыз. 3-ті 8-ге көбейтеміз, тең 24. 24-ті бөлеміз 4-ке, тең 6. Жауабы: қонақтар 6 киіз үйге жайғасты. Бесінші есеп бізде теңдеулерді шеш. Яғни бізде күрделі теңдеу берілген. Бұл күрделі теңдеуді ең алдымен қарапайым теңдеуге айналдырамыз. Ол үшін ең алдымен жақшаның ішін орындаймыз. 96-дан 37-ні азайтқанда 59 шығады. 59 азайту x тең 27 деп қарапайым теңдеуге айналдырып алдық. Енді x-ті табамыз. X-ті табу үшін ең алдымен азайғыштан азайтамыз айырманың мәнін. 59 азайту 27 тең болады 32. Енді тексереміз. Жақшаның ішіне 96 азайту 37, жақшаның сыртында азайту x-тің орнына 32-ні қоямыз. Тең 27, 27 тең 27 болады. Екінші теңдеу бізде y қосу, жақшаның ішінде 62 азайту 27 тең 36. Бұл да күрделі теңдеу, қарапайым теңдеуге айналдырамыз. Ол үшін жақшаның ішін орындап аламыз. Y қосу, жақшаның іші бізде 35 шығады, тең 36. Енді бізде бірінші қосылғыш белгісіз болса, қосындының мәнінен азайтамыз екінші қосылғышты. Y тең 1. Ары қарай тексереміз. Y-тің орнына жаңа шыққан 1 мәнін қоямыз. Жақшаның ішінде 62 азайту 27 тең 36. Тексереміз. 36 тең 36 болады. Ой сергек және санамақ есептері. Бірінші есеп: 2 балада 10 алмұрт болды. Біреуі 1 алмұрт, екіншісі 3 алмұрт жегенде, олардың қалған алмұрттарының саны бірдей болды. Бастапқыда әр балада неше алмұрт болды? Ең алдымен жеген алманың санын табамыз, яғни 3-ке 1-ді қосқанда 4 болады. Одан кейін 10-ды азайтамыз, сол 4 алмұртты, тең 6 алмұрт, желінбеген 6 алмұрт қалады. Енді желінбеген 6 алмұртты теңде 2 балаға бөлеміз, тең 3 шығады. Тең енді
Енді бастапқыда әр балада болған алмұрт санын табамыз. Ол үшін 3-ті қосамыз 1-ге тең 4, 3-ті қосамыз 3-ге тең 6. Жауабы: бастапқыда бірінші балада 4 алмұрт, екінші балада 6 алмұрт болған. Екінші есеп: 1, 2, 3, 4, 5 цифрларын бір рет қана пайдаланып мысалды қалпына келтір. Сонда бірінші және екінші қосылғыштар 2 таңбалы сандар, ал үшінші қосылғыш 1 таңбалы сан болсын. 24 қосу 35, яғни бірінші және екінші қосылғыш 2 таңбалы, қосу 1, үшінші қосылғыш 1 таңбалы. Өрнектің мәні 60-ға тең болады. Үшінші есеп: бос ұяшықтарды толтыр, яғни 3 бұрыштың әр қабырғасының қосындысы 12-ге тең болу керек. Яғни 6-ға 1-ді қосқанда 7, 7-ге 5 қосқанда 12, 5-ге 3 қосқанда 8, 8-ге 4 қосқанда 12 шығады. 6-ға 2 қосқанда 8, 8-ге 4 қосқанда 12 шығады. Келесі 3 бұрыштың да әр қабырғасының қосындысы 17 болу керек. Яғни бірінші қабырғасында 1, 1-ге 6, 8, 2-ні қосқанда 17 шығады. Екінші қабырғасында 1-ге 7-ні 6-ны 3-ті қосқанда 17 шығады. Үшінші қабырғасында 2-ге 6 және тағы 6 және қосу 3-ті қосқанда 17 шығады. Үшінші 3 бұрыштың әр қабырғасының қосындысы 19-ға тең болу керек. Үшінші 3 бұрыштың бірінші қабырғасындағы 7, 5, 5, 2 сандарын қосқанда 19 шығады. Екінші қабырғасындағы 7, 4, 5, 3 сандарын қосқанда 19 шығады. Үшінші қабырғасындағы 2, 7, 7, 3 сандарын қосқанда 19 шығады. Екінші қабырғасындағы 7, 4, 5, 3 сандарын қосқанда 19 шығады. Үшінші қабырғасындағы 2, 7, 7, 3 сандарын қосқанда 19 шығады. Төртінші есеп: Айжан, Айнұр және Әлібек мәтінді мәнерлеп оқу байқауына қатысты. Егер төмендегі жауаптар қате болса, онда балалардың әрқайсысы қандай орын иеленгенін тауып көр. Айжан бірінші немесе үшінші орын алды, бұл қате. Әлібек бірінші орын алды, бұл да қате. Айнұр екінші орын алды, бұл да қате. Дұрыс жауабы: бірінші орын Айнұр, екінші орын Айжан, үшінші орын Әлібек. Жарайсыңдар балалар, өте жақсы. Бүгінгі сабақ түсінікті болса, лайк басып және осы каналға тіркеліп қойыңдар. Сау болыңдар.